Баршаңызға сәлеметсіздер ме? Менің есімім Садық Ақжол. Бүгінгі тақырып ол сырыес және бұл түрік қағанатынан бастап қазақ хандығына дейінгі Қазақстан территориясында мекендеген тайпалар жайлы толыққанды ақпарат беру. Біріншісі ол әрине түрік қағанатынан бастасақ, түрік қағанаты ол 552 және 603 жылдар аралығында өмір сүрген болатын. Олар тікелей Алтайдан бастап қазіргі Қазақстанның көптеген аймақтарын алып жатты. Яғни Каспийге дейінгі территорияны түгелімен. Астанасы Суяб қаласы болды. Құрамы 30-дан астам теле тайпасы кірді. Оғыздар, Қарлұқтар және тағы да басқа тайпалар кірген болатын. Ал өте маңызды рөл атқарған тайпа ол Ашина әулеті болған болатын. Олар тек басқарушылықпен айналысты. Жалпы қағандардың басшыларын айта кететін болсақ, олар Бумын, Мұқан, Іштемей қағандар болған болатын. Жалпы 581 жылдан бастап таққа таластар басталды. Осы таққа таластар және іштегі алауыздық осы түрік қағанатының екіге бөлінуіне әкелді. Ол 603 жылы батыс және шығыс түрік қағанаты болып екіге бөлінген болатын. Осы екіге бөлінгеннен кейін бірде мемлекет болып, қағанат болып қалыптасқан ол батыс түрік қағанаты. Ол шамамен 603-704 жылдар аралығында өмір сүрді. Территориясы Қаратаудан Жоңғарияға дейінгі аймақты алып жатты. Яғни Сырдария, Жетісу және Қызылордадағы кеңістіктер. Айта кететіндей, олардың астанасы Суяб қаласы болды. Жазғы ордасы ол Мыңбұлақ қаласы болды. Құрамы 5 Дулу, 5 Нушиби тайпаларынан тұрды, яғни 10 Оқбудун. Басшысы Тардуш, Тон 618 және 630 жылдар аралығында батыс түрік қағанатын басқарған болатын. Одан кейін Шегуді айтса болады. Ол 610-618 жыл аралығында басқарды. Одан кейін қағандар тағы Елтеріс секілді тағы да басқа қағандар бар. 630 жылдан бастап іштегі таққа талас, алауыздық және Қытайлардың шабуылының кесірінен батыс түрік қағанаты өзінің өмір сүруін тоқтатқан болатын. Одан кейін шығыс түрік қағанатын айтатын болсақ, шығыс түрік қағанаты 682 және 704 жылдар аралығында өмір сүрді. Қазақстан, Орта Азия және Шығыс Түркістан, Оңтүстік Сібір аралығында барша территорияны алып жатты. Астанасы Суяб және Күнгөт қалалары болды. Құрамында осы аумақтарда өмір сүрген түркі тілдес түркі тайпалары болған болатын. Басшылары Елтеріс, Білге, Күлтегін, Тоныкөк секілді қағандар болған болатын. Жалпы шығыс түрік қағанатының да құлдырауына, әлсіреуіне әкеліп соққан жайт ол алауыздық, ішкі және Қытайдың шабуылы. Енді айта кететіндей, 4-ші қағанат ол Түргеш қағанаты. Түргеш қағанаты 704-940 жылдар аралығында өмір сүрген болатын. Жетісу, Турфан, Бесбалық арасындағы территорияларды алып жатты. Астанасы Суяб пен Күнгөт. Құрамы Қара Түргеш пен Сары Түргеш тайпалары болған болатын. Айта кететіндей, басшылары олар Үшлік, Сұлу, Тұқарсан, Құтшар, Сақал секілді қағандар болған болатын. Бұл Түргеш қағанатында түбіне жеткен ол жалпы тайпалар арасындағы келіспеушілік, қырқыс және де Қарлұқтардың басып алуы және осы кезде болған араб-түрік шиеленісі, Қытайлармен соғыс, яғни Атлақ шайқасы болған болатын. Одан кейін Қарлұқ қағанаты 756 және 940 жылдары өмір сүрген болатын. Алтайдан Балқашқа дейінгі аралықты алып жатты. Астанасы Суяб, Баласағұн секілді қалалар болды және оның территориясына Испиджаб та кірді. Яғма, Шігілік, Бұлақ
деген тайпалардан тұрды құрамы. Ал қағандарына келетін болсақ, ол Білгекүл, Қадырхан, Бақар Арслан секілді қағандар болған болатын. Бұл Қарлұқ қағанатының өмір сүруіне тоқтатқан ол сыртқы шапқыншылық және 940 жылы Қашқар түркінің Қашқариядағы түркілердің басып алуы, Қарахан әулетінің шабуылы. Одан кейін Оғыз мемлекеті Сырдарияның орта және төменгі ағысындағы территорияны алып жатты. Шамамен 8-11 ғасырларда өмір сүрген болатын. Астанасы Жаңа Грузия, Жетісу, Яңгикент деген қалаларды да өзінің құрамында болған болатын. Және сыр бойындағы бүкіл қалалар оның құрамына кірді. Жалпы құрамы 12 және 24 тайпадан тұрған болатын. Басшысы Оғыз, Яғбу, Баяндур, Қайлар, Шахмәлік, Алихаб, тағы да басқалар болған болатын. 965 жылы Киев Русьмен бірігіп хазарларды талқандағаны тарихта қалған. Жалпы маңызды оқиғаларда сол Селжұқ тармағында күш алуы мен Оғыз мемлекетінің ыдырауы және тағы да басқалар оның құлдырауына әкеліп соққан болатын. Тағы да басқа шапқыншылықтар Оғыз мемлекетінің құлдырауына, жойылуына әкеліп соққан болатын. Ендігі айтылатын ол Қимақ қағанаты. Қимақ қағанаты 9 ғасырдың соңы мен 11 ғасырдың басында өмір сүрген болатын. Моңғолияның солтүстік батысында өмір сүрді. Астанасы Имақия, Карантия қалалары болды. Құрамында 7 тайпа болды. Қимақтар мен қыпшақтар осы 2 тайпадан тұрды. Ең саны көп болатын тайпалар. Бұларда басшылары қаған деп аталды, басқа да түрік қағанаттар секілді. Және Жанақ қаған басшыларының бірі 10 ғасырдың жартысында Қарахан мемлекетінің шабуылынан осы Қимақ қағанаты өзінің өмір сүруін тоқтатқан болатын. Келесі қағанат ол Қарахан мемлекеті. Қарахан мемлекеті 942 және 212 жылдар аралығында өмір сүрді. Жетісу мен Шығыс Түркістан территориясын алып жатты. Астанасы Қашқар қаласы болды және өзінің құрамында Самарқанд, Баласағұн, Үзген секілді қалаларды қамтыды. Құрамы Ішілік, Яғма, Қарлұқ, Оғыз, Қаңлы секілді ірі тайпалардан тұрды. Оған қоса Үйсінде оның құрамына кірген болатын. Олардың басшыларын хан деп атады. Қарахан мемлекетінің хандары болып саналатын ол Сатық Боғра 915-955 жылдар аралығында басқарған, Мұса хан және Қасан Бағра хан. Жалпы қарахандардың өмір сүруін тоқтатуға әкелген ол селжүктер мен қарақытайлардың қысымы болып табылады. Қарақытай 1125 және 1212 жылдар аралығында өмір сүрген болатын. Солтүстік Қытай мен солтүстік Моңғолия территориясын алып жатты толығымен. Астанасы Баласағұн қаласы және Көз Орда болған болатын. Құрамында қидандарды қамтыды. Бұл мемлекетте өздерінің басшыларын Гурхан деп атаған болатын. Басшыларының бірі ол Илеудаши және Илені айта кетсек болады. 1204 жылы Хорезм мен наймандардың қысымынан олар өмір сүруін тоқтатқан болатын. Келесі қағанат ол Қыпшақ хандығы 11 ғасыр мен 1219 жылдар аралығында өмір сүрген болатын. Алтайдан Еділге дейінгі кең даланы алып жатқан болатын. Олардың территориялары солтүстігінде Сығанақ қаласы болған болатын, оңтүстігінде Сарайшық қаласы болған болатын. Жалпы Қимақтар мен Қыпшақтардан тұрды. Олардың құрамы
басшыларын хан деп атады. Айта кететіндей, Қадыр Бөке, Елтебір, Алып секілді хандардан олардың басшылары болды, және тағы да басқа басшылары болды. ыдырауына әкеліп соққан ол ішкі таққа талас, қаңлылардың бірігуі және Хорезм шахының қысымы болып табылады. Наймандар келесісі, ол наймандар 10-шы және 13-ші ғасырларда өмір сүрген болатын. Орхон мен Ертіс арасындағы территорияны толығымен алып жатты. Астанасы Балықты қаласы болған болатын. Құрамына Найман, Керейт, Меркіт және 8 тайпа кірген болатын. 1213 жылы моңғолдардан жеңіліс тауып, олар өздерінің өмір сүруін толықтатқан болатын. Келесісі ол Керейт. 10-13 ғасырлар аралығында өмір сүрді. Шығыс Моңғолия, солтүстік астанасы ол Қатынбалық болып табылады. Құрамы Керей, Сақау, Тұтаң секілді тайпалар болған болатын. Және де бұл Керейт хандығының жойылуына әсер еткен ол әрине ішкі алауыздық және моңғол шапқыншылығы. Одан кейін өте ірі тақырып ол Алтын Орда, яғни үлкен мемлекет болып табылған Алтын Орда, ол 13-ші ғасырдың ортасы мен 16-шы ғасырдың басына дейін өмір сүрген болатын. Территориясы өте үлкен, яғни Шығыс Дешті Қыпшақ, Хорезм, Батыс Сібір, секілді үлкен территорияларды алып жатқан болатын. Оның екі астанасы болды. Астанасы екі түрлі уақытта болды, яғни Бату ханның кезінде Сарай Бату астанасы болған болатын болса, Берке ханның тұсында Сарай Берке қаласы астанасы болған болатын. Жалпы құрамында Қыпшақ, Найман, Керей, Уақ, Қоңырат секілді көптеген тайпалардың бірігуінен тұрған болатын. Жалпы басшылары ол Батый 1227 және 1255 жылдар аралығында басқарған болатын. Одан кейін билікке келген ол Берке 1255-1266 жылдар аралығында басқарған. Одан кейін Мөңке 1267-80 жылдар аралығында және Өзбек 1372-1342 жылдар аралығында басқарған болатын. Және де айтатын болсақ, Жәнібек хан бар, ол 1342-1357 жылдар аралығында басқарды. Тоқтамыс хан 1380-1395 жылдар аралығында басқарған болатын. Әлсіреуіне себеп олар құрамында тайпалардың көп болуы және осы құрамында тайпалардың таққа таласы осы Алтын Орданың ыдырауына әкеліп соққан болатын. Және де Әмір Темірдің жорықтары әсер еткен болатын. Одан кейін айтатын болса, ол Ақ Орда 1320-1428 жылдар аралығында өмір сүрген болатын. Солтүстік шығыс Аралдан, Алтайдан Жайық өзеніне дейінгі үлкен территорияны алып жатқан болатын. Онымен қоса тағы айтатындай астанасы Сығанақ қаласы болған болатын. Басшылары Орда Ежен 1226-1280 жылдар аралығында басқарған болатын. Және Сасық Бұқа ол 1309-1315 жылдар аралығында басқарса, Ұрыс 1364-1375 жылдар аралығында басқарған болатын. Ішкі талас тартыс және Ақсақ Темірдің шабуылы осы Ақ Орданың ыдырауына әкеліп соққан болатын. Ақ Орданың ыдырауы нәтижесінде пайда болған ол Әбілқайыр хандығы мен Моғолстан және Ноғай ордасы болған болатын. Моғолстан 1365-1515 жылдар аралығында өмір сүрді. Солтүстік Балқаш, Моғолстанның солтүстігінде Балқаш өзені көлі болса, батысында Түркістан, оңтүстігінде Ташкент, шығысында қалмақтар болған болатын. Астанасы Алмалық. Жалпы басшылары олар Әмір Полатшы,
тоғылық темір әбден расширит болған болатын. Әрине бұл Моғолстанның да құлдырауына әлсіреуіне, жойылып кетуіне әсер еткен ол ішкі талас және осы Моғолстан қазақ хандығының хамдық болып дамуына бірден бір әсер еткен мемлекет болып табылады. Өйткені олар қазақ хандығын мына Әбілқайыр хандығынан келген қазақ хандығына Жетісудағы территорияны беріп, яғни беру кезінде де олардың басты мақсаты ол Әмір Темір соққысынан қорғану, яғни Әмір Темірмен территориясын Әмір Темірмен шекаралас территориясына қазақтарға беріп, осы қазақтар арқылы Әмір Темірден сақтану мақсатында оларға территория берген болатын. Нәтижесінде қазақ хандығы күшейіп, осылайша Моғолстан өзінің өмір сүруін тоқтатқан болатын. Одан кейін ол Әбілқайыр хандығы, жалпы Әбілқайыр хандығының территориясы Жайықтан Балқашқа дейінгі территория, Тобылдан Сырдарияға дейінгі территорияны алып жатты. Ол 1428-1468 жылдар аралығында басқарды. Яғни тек қана Әбілқайыр өзі осы хандықты басқарған болатын. Ол бұл хандықты басқаша көшпелі өзбек хандығы деп те атайды. Орталығы Сығанақ және тағы да басқа қалалар болған болатын. Құрамында өзбек, Қарақыпшақ, Ноғай секілді тайпалар болған болатын. Жалпы бұл Әбілқайыр хандығының ыдырауына әкеліп соққан ол Әбілқайырдың көптеген Әмір Темірден, яғни қалмақтардан шапқыншылықтар көруі нәтижесінде ол яғни мына қазақтардың да ол Әбілқайыр хандығынан жеке дара болып шығып кетуінің әсері осы Әбілқайыр хандығының жойылып кетуіне әсер еткен болатын. Яғни Әбілқайыр хан өзі осы қазақтарды Моғолстан жеріне қуып бара жатырған кезінде қалмақтардың қолынан қаза тапқан болатын. Осылайша Әбілқайыр хандығы өзінің өмір сүруін тоқтатқан болатын. Одан кейін Ноғай ордасы 1398 жылдан 15 ғасырдың ортасына дейін өмір сүрген болатын. Еділ мен Жайықтың арасындағы территорияда өмір сүрді. Астанасы Сарайшық қаласы болған болатын. Бұлардың да жеңіліс табуына, жойылып кетуіне сыртқы шабуылдар әсер еткен болатын. Осылайша тарих сахнасына жаңа хандық, ол қазақ хандығы келеді. Қазақ хандығы 1465 жылдан бастап қазіргі таңға дейін өмір сүріп келеді. Қазақ хандығы 1465 жылдан кейін Ресей қоластына кіргенше дейін хандық болып өмір сүрді. Одан кейін Қазақ СССР тағы да басқа мемлекет болып атанып жүрді. Яғни ол уже бұл басқа тақырып болып табылады. Нақты қазақ хандығының астанасы ол орталығы ол Сығанақ, Түркістан қалалары болған болатын. Құрамында Ташкент секілді үлкен ірі қалалар болған болатын. Негізін қалаушы ол Керей және Жәнібек хандардың тұсында осы қазақ хандығы дербес хандық болып сайланып, осылайша тарих сахнасына шығады. Назарларыңызға рахмет.